Ассалаумағалейкум қадірменді көрермендер, армысыздар достар. Яғни қазіргі тақырып ол мынау YouTube арнаңыздағы брендлеу стилі, яғни фирменный стиль. Ол сіздің каналыңыздың немесе арнаңыздың брендтік стилі, ол иконка немесе сурет, ол немесе бір бейне. Ол қазір сіздерге видео демонстрациясын көрсетіп жіберейін. Мысалы, сау арна деп қойық. Міне видеоның ішіне кірген кезде міне брендтік стиль, яғни мынау сіздің брендіңіз, яғни реклама сияқты бір шетінде тұратын, видеоңыздың шетінде тұрады. Осындай сіздің каналыңызға, арнаңызға осындай сілтеме жасап тұрады, яғни сіздің арнаңыз екен көрініп тұрады. Сондай стильді қалай жасау керек екен сіздерге қазір түсіндіріп өтейін. Оған бірнеше нұсқалары бар. Оған бірінші қалай өту керек екен қазақша тілде. Мысалы қазір менде қазақша тілде тұр. Сіздерге қазақша тілін көрсетіп жіберейін. Мынаны басқан кезде мына жерде шеберлер студиясы деп тұрады. Соны басқан сәтте бірден осындай шеберлер студиясына бір шығасыз. Содан кейін мынаның ішінде арна деген болады. Арнаға басамыз. Оның ішінде брендтеу. Брендтеудің ішінде су таңбасын қосу дейді. Оны басамыз. Содан кейін осы жерден жүктеп қосамыз. Мына жерде сіздерге су таңбасын қандай түрде қосу керек екенін көрсетіп тұр, қандай болған дұрыс деп, міне птичкамен көрініп тұр. Ол яғни PNG формат немесе GIF. Ол қалай? PNG формат болғанда, мына фонның ар жағындағысы көрінбейді, тек бері қаратай жазу немесе адамның бейнесі тұрады. Ал қалғаны өзіңіздің видеоңызда көрініп тұрады. Оны біз қалай жасаймыз? Біз қазір Photoshopқа кіреміз. Создать 500-500 қойық. 500-500. Міне мысалға мен қазір мына жерге жазу қосайын. Міне сау арна. Оны мен қазір сохранитқа басып, мына жерден таңдаймыз. Бірінші біз PNG форматпен істеп көрейік. Яғни 1 мегабайттан аспау керек. Одан кейін мынаға кіреміз. Солдан таңдап аламыз. Міне көрдіңіздер, 267 гигабайт. Сақтау. Міне көрдіңіздер, ар жағындағысы бұл көрінбейтін, яғни прозрачный. Одан кейін мына жерде 3 нұсқа беріліп тұр. Бейненің соңында көрсету. Міне көрдіңіздер, мынау барлық видеоңыз мынау соңында көрсетіледі. Одан кейін өзгертпелі бастау уақыты. Оған өзіңіз уақыт қойып қоясыздар. Қанша уақыттан кейін, мысалы 10 секундтан кейін. Немесе толық бейне, яғни барлық видеоңызда толықтай көрсетіліп тұрады. Жаңартуды бассаңыз. Жаңарту деген, яғни подтвердить деген, яғни жаңарту деген, яғни сақтау болды. Міне сәтті сақталды дейді. Енді біз арнамыздың басты негізгі бетіне шығайық. Шыққан кезде міне видеомызды қараймыз. Міне сау арна көрініп тұр. Көрдіңіздер ғой? Ол барлығыңыздың брендіңіз. Сау арна. Оны енді сіздерге орысша түрде көрсетіп жеткізейін. Мысалы, творческая студия. Photoshop'тан мен өзгертіп жіберейін. Некте қойық. Окей, болды. Енді бағана бастық қой, творческая студия, немесе басқа бір амалдарын таппай жатсаңыздар, менеджер видеоға кірсеңіздер, бірден мына жаққа лақтырады. Одан кейін каналға кіреміз. Каналдың ішінен фирменный стиль. Фирменный стильдің ішінде мынаны бірінші жойып тастаймыз. Одан кейін қайтадан мынандай бізге нұсқасын береді. Одан кейін добавить выберить. Мынаның ішінен 12-ні тауып аламыз. Міне тауып тұр. Бірден сохранитті басамыз. Міне загружен логотип, выбрать другой логотип. Бізге выбрать деген керек жоқ. Бірден сохранить.
одан кейін жаңағы 3 нұсқа видеоның соңы немесе қалаған уақытына қойсаңыз болады. Одан кейін все время деген бар. Все время обновить болды, сохранено. Одан кейін не істейміз? Арнамызға кіреміз. Кіргеннен кейін видеомызға кіріп қараймыз. Кірген кезде міне көрсетіліп тұр 5 деген үлкен әріппен. Толықтай версиясын көрсеңіз міне осында көріп тұрады. Фирменный стиль деген осы. Барлығыңызға рахмет. Біздің парақшамызға қосылыңыздар немесе арнамызға жазылыңыздар.